Асик, привет. Ты куда пропал? Привет, Мадин. Я же работаю. Жұмыста. Ты что, реально пашешь, что ли? Что тебя удивляет? Может, на снежку сходим? Сегодня гимнастику собирают. Да не до этого у меня. Не поняла. Ты же девушка свободная, борца поскажи ты мне. Асик, ты что, бросаешь меня, что ли? Мадин, не начинай, а? Короче, давай, мне пора уже. О, Нурик, қалайсың? О, жақсы, Аслан, өзің қалайсың? Отлично. Сен осы қаншада келесің жұмысқа? Қашан келсең, постоянно сен жүресің. Қаншада келесің дегенде, мен кеше просто туған күннен кейін қалып қойдым ғой. Айтпақшы. Рахмет кеше. Ладно, души. Жақсы болды дейік ұстауын, ә? Қыздары. И, кстати, осы ана Мади деген нормальный жігіт өзі постоянно недоволен жүреді. Жақсы жігіт ол. Саған просто қырсығы өзі. Әдейі істеп жүр ғой. Не ғой? Сенде юрист таныстарың жоқ болса? Бар, а чё? Ана жынды біздің Мәди. Алаяқтарға алданып, үйінен айырылайын деп жүр екен, прикинь. Осы былтыр ма бір жыл бұрын ипотекаға үй алып, қоныс тойын жасап, мәз болып жүрген. Соған бір көмектесіп жүру керек ол. Сен не айтты демей қой. Қолынан келіп атыс көмектесіп. Көрейік. Сен даныларынан WhatsApp-қа ақырын жібере сал. Все, хорошо. Сол ғой? Қалайсыңдар жігіттер? Мади. Қалдарың қалай? Қайырлы таң. Мажарек. Жұмысқа ерте келетін болыпсың ғой? Конечно. Походу, біздің жұмыс қатты ұнаған-ау деймін саған, ә? Мади, неге Асланға тисе беретін боласың? Қалайсыңдар? Жақсы, шүкір, Самал өзің? Жақсы. Қалайсыңдар жігіттер? Жақсы. Бәрі дұрыс па? Дұрыс. Отыра беріңдер. Қалай, Нурик? Кешегі отырыстан басы ауырған жоқ па? Пойдет, кішкене ауырып тұр енді. Капитан Ахметовтың тобы балалар сыныққа кеткен үйдің подвалына түсіп кетті. Срочно на выезд. Қабылданды. Басталдың. Енді бір шай ішейін десем. Кеттік жігіттер. Тездетейік.
берші, жол. Onlar асып бара жатқан. Ей, жол! Келдіңіздер. Иә. Мына үй жақында сносқа кеткен болатын. Ана тұрғындар жоқ, көшіп кеткен. Балалар күнде кіріп ішіне ойнайды. Мен оларға жақындамаңдар, жоламаңдар, келмеңдер деймін. Тілімді алмайды. Екінші қабаттан бір ала құлап кетті. Табылмай жатыр, жоқ. Жарайды, түсінікті. Так, Мади, Аслан, құрал саймандар дайындаңдар. Нұрлан, сен үйдің алдын бөгет қой, ішін кіргізбе. Самал, кеттік. Так, ішіне атқа берейік. Атқа берейік. Так, мына подвалға тек осы шахтар арқылы кіруге өткен. Онда мен кірейін. Жоқ, Аслан кіреді сен орнына. Балаға бірдеңе болып қалған жағдайда бірінші менің көмегім керек болады. Жарайды. Абай болшы, сен өміріңе мен жауаптымын. Сен подстраховкада тұр. Абай. Көмектесіп жүр. Аслан, енді сен байқаш. Самал, бірдеңе болса бәріміз жауаптымыз, Аслан. Абайла. Самал, қазір қозғалып көмектесем. Балам. Қазір сен қозғалмай күте тұр. Келем. Бала жарық. Қазір Самал. 5 минут қозғалма. Ей, балақай. Амансың ба? Тоқта. Қозғалма. Кішкене шыда, мен итеріп алып тастайын. Қозғалма. Біреу қалды. Басқа ойнайтын бір тапқан жағдайсың ба? Тоқта, көтер. Болды. Қазір спортта. Болды. Опа. Стань. Ага. Бата. Молодец.
әсем болыпты, ә? Самал, рахмет. Өте дәмді ол. Самал, супер. Сәкен, кешігіп отқан жасың ба? Мен кешігіп жатырмын. Мади, ты за старшего. Если что, прикроешь, хорошо, брат? Бол. Давай, мен кет. В общем, достар, былай істейік. Слушайте мою команду. Қазір тамақтанып болдық. Самал, Аслан екеулерің осы жерді тазартып, саяқ жуып қойыңдар. Ал біз Нұрлан екеуміз машинаның радиаторын ауыстыратын боламыз. Мади? Если честно айтсам бар ғой, машинаны көргім келмейді, брат. Жүрегім айнайды, машинаны көрсем. Аслан барсаңшы? Біледі ғой Асланда? Нұрлан, сен қызықсың. Аслан, сенің машинаның радиатор қай жерде тұрған қайдан біледің? Ой, біледі ғой, отыр кете берді. Болды, сөзді қысқарт. Кет. Ой, жүрді. Расымен де тамақты өте дәмді дайындайды екенсің. Спасибо. Самал, осы Сәкен еке всегда злой, напряженный жүреді. Солай емес, просто сыртқа солай көрінетін шығар. Напряженно жүретіні қазір оның баласы қатты ауырып жатыр. Баласы? Иә, больницада жатыр. Соның бүгін анализдердің қорытындысы шығады, сол үшін кетті. Операциясының ақшасы жинап жетпей, баласы қатып жүр соны. Ал әйелі қайда сонда? Әйел тастап басқа біреуге кетіп қойған. Операциясына қанша жетпей тұр? Негізі, бұл туралы сенің білгенді қаламайды ол. А чё, не істеп қойдың ол? Ештеңе істеп қойған жоқсың, просто ол сені... Еріккен байдың баласы деп ойлайды. Да, солай. Егер сен біліп қоятын болсаң, сенің жалысына свысока қарайды деп ойлайды. Енді мен бұндай жағдайда до того гнилой адам емеспін. Сонымен, қанша жетпейді? Тек мен айтқанымды біліп қоймасын. А то ренжіп қалады. Сен қандай адамсың? Заявкаға қарамайсың ба дұрыстап тұруға? Жоқ, түсінмеймін. Аккумулятор мен радиаторды ажырата алмайтын қандай водительсің сен? Жаздым ғой мен, жаздым ғой. Немен деп жаздың? Радиатор деп. Ой, тишкі. Аслан, сен оқыған адамсың ғой. Қараш, мына жерде радиатор деп тұрма? Так, аккумулятор. Опа, она красавица. Сіз случайно мені күтіп тұрған жоқсыз ба? Да пошел ты. Болды. Самал? Үйге қайтасың ба? Иә, Мен апарып тастайын. жарайды. Мадина? Самалка, бір минут. Что ты делаешь? Да вот, хотела увидеть, на кого ты меня променял. И чё ты к ней прицепился? У нее даже фигуры нет. Тихо. Завязывай прикалываться. Я тут только связи навел. А ты мне мешаешь. Про үйіңе баршы, сосын сөйлесеміз. Жолдан новостьқа орталасаңшы, иә? Болды, айтсаң болу Нұреке. Самал, үйге қайтпайсың ба? Қайтам. Жүр, мен сені апарып тастайын. Мен ласточкамен зыр етіп жетіп барамыз. И чё? Улетела твоя ласточка?